Армысыздар, құрметті көрермен. Эфирде Дилмар жаңалықтары. Сіздермен бірге Дилмар үйірмесінің мүшелері 11 сынып оқушылары Гүлшат Доскенқызы және Нұрайым Жасланқызы. Құрметті көрермендер, міне дәл қазір осы кітапханада мектеп оқушылары мен үйірме мүшелері арасында шығармалар шындығы атты әдеби талдау болмақ. Гүлшат, оқушылардың жүзіне көз жүгіртсек, барлығы кеуделеріндегі алтын сандықты білім қазынасына толтыруға асыға қуана келген сияқты, иә? Иә, Нұрайым, сенімен келісемін. Біздің оқушылар бір айлық қысқы демалыста алтыннан қымбат уақыттарын даму мен тағылымға арнаған екен. Жарқын мұғалім берген 5 шығарманы толық оқып, талдауға дайын отырған секілді. Ендеше осы шараны бірге тамашалайық. Ендеше кеттік. Әрбір сәтіміз тарих қой, әрбір сәтіміз осы өмірдің өнегелі шежіресін жазып жатырмыз. Сондықтан бейне түсірілімге түсіріп, оны қалдыру басқа да мектеп оқушыларына, басқа да мұғалімдерге өзіндік ой салады. Қадірлі шәкірттер, ең әуелі өздеріңе қысқы демалыс кезіндегі қысқа уақыт ішінде берілген 5 әңгімені мұқият оқып, талдап, таразылап, одан сөздік құрастырып, бүгінгі шығармалар шындығы деп аталатын әдеби талдауға келгендерің үшін, көңіл бөлгендерің үшін рахмет айтамын. Сонымен бүгінгі әдеби талдауымыз басталуға дайын. Мынау Ғабит Мүсіреповтің сөзі бар: бір елдің көркем сөз, көркем әдебиетін, өнерін жалында көкке көтеруге 10 талант аздық етпейді, сондай-ақ 100 талант көптік етпейді дейді. Біз бүгін таланттылардың қатарынан, санатынан табылып келген 40-қа жуық оқушы Оралхан Бөкейдің Көктайынша әңгімесін, Мұхтар Мағауиннің Архив хикаясы әңгімесін, Тұрсынжан Шапайдың Олай болмайды ғой деген әңгімесін, Мұхтар Шерімнің Кетіп қалыпты деген әңгімесін, сондай-ақ Бейбіт Сарыбайдың Рауғаш ерте гүлдейді деген шағын әңгімесіне талдау жасаймыз. Талдауда көңіл бөлетін дүние оның маңыздылығы, құндылығы, бүгінгі күндегі өзектілігі, әдеби көркемдік ерекшелігі. Талдау 3 бөлім бойынша болады. Бірінші бөлімде арнайы сұрақтарға, квиз сұрақтарына жауап береміз. 10 сұрақ көрінеді. 10 сұраққа жауап бересіңдер. Алдарында ақ қағаз бар, сол жерге белгілеп бересіңдер, сол бойынша бал есептейміз, баға есептейміз. Одан кейін екінші бөлімде мына жақтағы тақтада арнайы сұрақтар беріледі. Бір топ 2 сұраққа жауап береді, басқа топтар оған қосымша ақпарат беріп толықтыруға. Ең соңғы талдаудың 3-ші кезеңі бар. Ол біршама қиындау, біз жалпыдан жалпы өтеміз. Ол кезде нақты сұрақтар беріп, соны төгіліп талдаймыз. Екінші кезеңде бәлки кей мәселелерді байқамай қалулары мүмкін, назар аудармай, көңіл аудармай, жер өте шығулары мүмкін. Соны 3-ші кезеңде толықтырамыз. Және бұл байқау, бұл талдау алдағы уақытта тұрақты түрде жалғасады. Олай болса, бүгінгі байқауға 9-шы Б сыныбының қазақ тілі әдебиетіндегі екінші тобы, Дилмар үйірмесінің жоғарғы тобы, Дилмар үйірмесінің орта топ мүшелері, сондай-ақ Дилмар үйірмесінің үміткер оқушылар қатысып отыр. Баршаларыңызға сәттілік. Шамамен 2 сағатқа созылған бұл әдеби талқылауға Абай атындағы ұлттық мектептің 7-ші, 8-ші, 9-ші сынып оқушылары және Дилмар үйірмесінің мүшелері қатысты. Қатысушылар алдын ала ұсынылған 5 шығарманы толық оқып, оларды өзге туындылармен салыстыра отырып, терең ой талқы жүргізді. Бұл байқаудың ерекшелігі оқушылардың тек өз қатарластарымен ғана емес, өзінен үлкен әрі кіші сыныптағы шәкірттермен бірге пікір алмасуы, әр ой ортаға салынып, әр көзқарас құрметпен тыңдалды. Нәтижесінде әдебиет жас айырмасына қарамай ортақ ой алаңына айналды. Шығармалар шындығы атты бұл талдаудың басты мақсаты оқушыны жай оқырман деңгейде қалдырмай, ойлай алатын, салыстыра білетін, өз пікірін дәлелмен жеткізе алатын тұлға ретінде қалыптастыру. Ал мұндай әдеби басқосулардың маңызы кітапқа деген қызығушылықты арттырып, сөз мәдениеті мен сыни ойлауды дамытуында. Айта кетейік, шығармалар шындығы атты бұл әдеби байқауды ұйымдастырған Дилмар үйірмесінің 11-ші сынып оқушылары. Оқушылардың рухани дамуына бағытталған бұл бастаманың жүзеге асуына Жарқын Сәленұлының қолдауымен бағыт-бағдары ерекше болды. Сонымен қатар, шараның мазмұнды әрі жүйелі өтуіне мектеп кітапханашысы Гүлзира апайдың да үлесі зор. Қайырлы кеш, Тұмар. Енді бүгінгі шығармалар шындығы атты әдеби талдаудан сенің пікіріңді білгім келген. Осы 5 шығарма сенің өміріңе қалай әсер етті деп ойлайсың оқығаннан кейін?
Қайырлы кеш. Осы 5 шығарманы оқу арқылы мен өзіме үлкен ой түйдім. Ең біріншісі ол бізде ең үлкен ой түйгенім Рауғаш ерте гүлдейді деген шығарма. Осындай шығармаларды оқу арқылы өзімізді әр жағынан түсініп, әр жағынан дамыта аламыз деп ойлаймын. Осындай шығарма талдаулар көп бола берсін. Ал бүгінгі шығарма талдаудың өзге мысалы сыныпта әдеби шығармаларды талдаймыз, содан ерекшелігі неде болды деп ойлайсың? Біз сыныпта тек сыныппен ғана отыратынбыз. Бұл жерде сыныпқа бөлінбей, жасқа қай десем болады, кіші сыныптарда, үлкен сыныптарда бір жерде жиналып, өзіміздің ойымызды қосып талдай беретін болдық. Жас ерекшелігі ескерілмейді дейсің ғой, ол өте жақсы. Пікіріңе рахмет. Қайырлы күн, Әдиля. Бүгінгі шығармалар шындық атты әдеби талдауда сен не түйдің, не үйрендің және қандай дүние саған қиындық тудырды? Қайырлы күн. Бүгінгі жарыста қатты қиындық тудырылған жоқ. Себебі өзіміз, яғни топ-топ болып бөлінген болатынбыз. Сол өз ойымызды, яғни ой талқылап, яғни ойымызды ортаға тастап, ойымызды айтқан болатынбыз. Ал осы Жарқын Сәленұлы берген, қыстық тапсырмаға берген 5 шығармада саған қай шығарма ерекше көп дүниені үйретті? Мұхтар Шерімнің Кетіп қалыпты шығармасы, яғни бұл сатиралық әңгіме десем де болады. Яғни қоғамдық әлеуметтік мәселені әзіл арқылы, яғни шындықты жеткізді. Рахмет көп-көп. Осы оқыған шығармаларың болашақта саған көп дүниелерді бастауды үйретсін. Осындай тағылымды кездесулер жас ұрпақтың рухани дамуына жол ашып, әдебиетке деген құрметін тереңдете бермек.